Құрметті көрермен, сәлем. Жобадан тыс шыққанымен Гуджан мен Айгүлдің арасы жұрттың назарынан тыс қалып жатқан жоқ. Екеуі әлі де араласып тұрады, бірақ соңғы кездері кездесулері азайғаны байқалып жүр. Бұл арақатынас қай жаққа бет алуда? Достық па, әлде сезім бе? Айгүл жақында екі ұлын қасына көшіріп алды. Бұл оның өмірінде үлкен бетбұрыс. Балаларының болашағы үшін қалаға келген ана өз жолын енді нықтап бастағандай. Осы сәтте Гуджан да сырт қалмай Айгүлдің екі ұлына толы бір сөмке ойыншық сыйлапты. Ұлдар қуанып рахметтерін айтыпты. Ал Айгүл болса, Гуджан менің досым дейді. Бірақ бұл достықтың артында не бар? Қазір көптің көкейінде бір ғана сұрақ: Айгүл мен Гуджан шын мәнінде жұп па? Әлде жай ғана жоба аяқталғаннан кейінгі сыпайы байланыс па? Оқырмандардың пікірін оқысақ, жұрттың ойы екіге жарылады. Бірі былай дейді: Айгүл ешкімге ұқсамайтын тағдыр иесі. Өмірдің қиын сәттерін жеңе білдің, біз саған қарап шабыт аламыз. Саған қарап, өмірдің шын мәнінде әдемі екенін түсіндік. Тағы бірі күмәнмен қарайды. Бәрі өтпелі сияқты. Әдемі сөздер айтылды, бірақ нақты қадам көрмедік. Уақытша бірге тұрып көрейік деген еді, енді неге үндемей қалды? Айгүл бәрін анық айтып берсінші. Ал келесі пікірде жұрт болашақ үшін алаңдайды. Балаларың бар, енді жауапкершілікте бар. Егер шын сезім болса, бірге болыңдар. Бірақ жартылай қарым-қатынас балаларыңа да әсер етуі мүмкін. Зарина той жасап, батасын берді. Енді не болмақ? Бірақ қолдау білдірушілер де көп. Ит үреді, керуен көшеді. Айгүл, сен өз жолыңмен келе жатырсың. Сенімен бірге халықтың жүрегі соғып тұр. Ешкімге еліктемей, ешкімге жалтақтамай, сен өзіңнің бағытыңды таптың. Алға. Оқырман, ендігі сөз сізде. Сіздіңше, Гуджан мен Айгүлдің арасы неге айналады? Шынайы сезім бе, әлде жай ғана араласу ма? Пікір қалдырыңыз, бірге талқылайық.